Сәлем достар, күндеріңіз қайырлы болсын. Бүгін сіздермен осындай керемет үй жағдайында дайындалатын керемет пирогтар жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, бірақ өте дәмді болып шығатын пирог болады. Ендеше бірге жасайық. Алдымен міндетті түрде сіз маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше осылай айранымыздың үстіне жарты шайны ложка ас содасын салып, осындай реакция болғанынша араластырып көпіртіп аламыз. Ендігі кезекте жеке ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне шым ғана тұзымызды салып, дәл осылай қандымызды салып, бір келкі масса болғанша миксерлеп алатын боламыз. Жұмыртқамыз осылай 2-3 есе болып көтерілгенше, көбейгенше, қантымыз жартылай ерігенше осылай миксерлеп алатын боламыз. Енді осы дайын болған миксерленген жұмыртқалы массамыздың үстіне айранымызды құямыз да, оның үстіне сұйық майымызды, яғни тамаққа қосатын сұйық майымызды салып, қайта бір келкі болғанша миксерлеп аламыз. Міне осылай толықтай араласып болғаннан соң, ұнымыздың үстіне 1 шайны ложка разрыхтель салып, осылай жартысын салып миксерлейтін боламыз. Кешірім сұраймын, менде разрыхтель салған, яғни қопсыш салған кадр түспей қалыпты. Ал ендеше ұнымыздың жартысын салып, осылай миксерлеп аламыз. Екінші бөлігінде дәл солай қайталап, осындай консистенция болғанынша, осындай күйге енгенше миксерлеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай күйге енді қоймалжың сияқты, қаймақ сияқты өте керемет масса шығады. Енді осы массамызды 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Менің формам 22 сантиметрлі форма, сіздерге өздеріңізге ыңғайлы болған формада жасай берулеріңізге болады. Міне біздің пирогымыз дайын, пісіп шықты. Піскенін осындай таяқшамен міндетті түрде тексеріп алғандарыңыз дұрыс. Көріп тұрғандарыңыздай құрғақ болып шығуы керек. Енді біз осындай решеткада суытатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің оңай әрі өте дәмді болып шығатын пирогымыз дайын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Арнама жазылып, міндетті түрде өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтіп қаламын. Подписаться батырмасын басқан соң қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Менде алда өте пайдалы рецепттер болады.